118-ші сабақ. Жеті қарақшы. Үшінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Баяғы заманда Үркер деген аспан патшасының қызы болыпты. Қыздың есімі Үлпілдек екен. Үлпілдектің нұры айналаға жарқырап тұрады екен. Үлпілдекті хан нөкерлері күзетіп жүреді. Бірде жеті қарақшы Үлпілдекті көріп, ұнатып қалады. Ол Үлпілдекті ұрламақшы болып аңдиды. Бір күні оның жолы бола кетті. Сол күні Үлпілдектің қасында нөкерлері болмай қалған еді. Жеті қарақшы осы сәтті пайдаланып, оны ұрлап әкетеді. Үркер сезіп қалып, нөкерлерімен бірге жеті қарақшаны қуады. Үркер жеті қарақшыға жете бергенде, таң атып, жеті қарақшы жоғалып кетіпті. Бұл жағдай осылайша әр түн сайын қайталаныпты. Шындығында, жеті қарақшы темірқазықты айналып, Үркер екеуі бір-біріне жақындай бергенде таң атып кетеді. Үлпілдекті қарақшыдан құтқару үшін Үркер нөкерлерімен жеті қарақшыны әлі қуып жүр деген сөз осыдан қалған сияқты. Сен білесің бе? 6-шы тапсырма. Мәтінді оқы. Әдетте Үркердің жай көзбен ең жарық 9 жұлдызын көруге болады. Ал ерекше жағдайда жай көзбен 14 жұлдызға дейін көрінеді. Жұлдыздар шоғыры шамамен 100 миллион жыл бұрын қалыптасқан екен. Ұсақ тозаңдардан құралған тұмандық жарық жұлдыздар шоғырының төңірегін айнала ұшып жүреді. Ғалымдардың айтуынша, тозаңдар Үркердің қалыптасқан кезінен қалған. Уважаемые зрители, для того, чтобы приобрести уроки полностью, со всеми выполненными заданиями и переводом на русский язык, напишите, пожалуйста, на WhatsApp по телефону, указанному на экране.